Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай қыстың күні қамырмен, етпен жейтін томатный сокқа жабылған огурцыйды жабатын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, сіздерге ұнайды деп сенемін. 14 кило қиярдан 13 банка огурцы шықты, менде 2 литровый банкамен. Және де 16-15 килограмм қызанақ кетті. Орташа көлемдегі қиярларды алдым. Ең алдымен қиярды жақсылап осындай ағын суға жуып алдым да 2 сағатқа салқын мұздай суға қойып қойдым. Сол кезде қиярларыңыз қытырлап жегенде әдемі болып тұрады. Егер қиярды суда 2 сағаттан артық уақыт ұстайтын болсаңыздар, банкаға жабылғаннан кейін қыстың уақытында жеген кезде қиярларыңыз қытырлап тұрмайтын жұмсақ болып кетеді. Сондықтан 2 сағаттан артық салуға кеңес бермеймін. 2 сағат уақыт аралығында мен қызанақтарды әдемілеп жуып, өстіп турап, ет үккіштен өткізіп алдым. Сосын қызанақтың мен согының дәнексіз және қабықсыз болған түрін жақсы көремін. Сондықтан базарда осындай строй материал сататын жерде пияздың сеткасы деп сұрасаңыздар, арзан тиын ғана тұрады, пачкасымен аласыздар. Сетканы алып, жақсылап жуып, осы сеткадан өткізсеңіздер, соктарыңыз тез өтеді, жылдам. Және қалауларыңызша дұршылақтан да өткізуге болады. Бірақ дұршылақтан өткізуге мен кеңес бермеймін, өйткені дұршылақтан сокты өткізгенде ол өте ұзақ уақытты алады. Сондықтан сеткадан өткізген тиімді деп есептеймін. Дәнегінен және қабығынан тазартылған сок осындай тұнық, әдемі болып шығады. Енді бұны мен отқа қойып 20 минут қайнатып аламын. Мен алдын ала банкілерді сода қосылған ыстық суға жақсылап жуып, буға 10-15 минут булап алған болатынмын. Сөйтіп соктың астын сөндіріп қоямыз. Банканы жабуға қажетті заттарды мен өстіп алдын ала дайындап қойып алдым, жуып тазалап. Мен укроптың орнына свежий укроп алдым. Қаласаңыздар кепкен укропты да қосуға болады. Ең алдымен өстіп укроп және тәтті балғар бұрышын өстіп кесіп турап алдым. Бүтін қып салсаңыздар да болады. Лавровый лист, хрен жапырақтары, чеснок, осындай душистый бұрыш қажет болды. Лавр жапырағынан саламыз. Ең алдымен 2-3 дана, үлкен болса 2 дана да жетеді. Сосын бір кесек кішкене ғана укроп және укроппен қоса хрен саласыздар. Өстіп бәрін алдын ала укропты, хренді ыстық қайнап тұрған суға бір салып алдым, және 4-5 тіс чеснок саласыздар. Және туралған бұрыштан бір бүтін бұрыш, тәтті балғар бұрышы шығатындай мөлшерде саласыздар. Және де осындай ащы бұрышты бүтін қып та салуға болады. Мен өстіп турап салдым. Яғни осындай дәу бір қызыл бұрышты 3-ке бөліп, 3 банкаға салдым. Егер осының өзі ашты болып кетеді десеңіздер, ащы бұрышты бұдан да кішкентай қып салуға болады, немесе тіптім салмауға да болады. Өстіп қиярды алып, 2 ұшынан кішкене ғана кесіп алып салдым банкаларға. Барлық банкаға қиярды өстіп толтырып тығыздап салдым. Өйткені ыстық су құйған кезде қиярларыңыз басылып қалады. Сондықтан қорықпай, қиярды нығыздап сала беріңіздер. Қиярдың үстіне қайнап тұрған, сақылдап қайнап тұрған суды құйып, толтырып құйып, 20 минутқа қойып қоямын, қақпағын жауып. 20 минут өткеннен кейін осындай арнайы банканың суын төгетін қақпақты кигізіп, сулардың төгіп аламын. Банкіден шыққан бірінші қайнаған суды төгіп тастаймын өстіп. Сөйтіп қайта екінші қайнаған су қиярдың алдында қара бұрышты осындай бір шай қасықпеннің мөлшеріндегі салып шығамын да, қайтадан басқа таза су құямын, қайнап тұрған. Сөйтемін да қиярды қайтадан 20 минутқа қойып қоямын. Екінші қайтара су құйған уақытты байқасаңыздар, қиярдың түсі өзгеріп, сарғыштанып, және де көлемінен кішірейіп, қияр отыра бастайды. 20 минут уақыт өткеннен кейін бұл суды да бір ыдысқа құйып, банкілерді суынан босатамыз. 1 литрлік банкаға сіздер
жарты шай қасық уксус, 1 ас қасық тұз және жарты шай қасық шекер салсаңыздар болады. Мендегі 2 литрлік банка, сондықтан 2 литрлік банкаға 1 шай қасық сірке суын, яғни уксусты, 2 ас қасық тұз және 1 ас қасық шекерді үймей саламын. Үстіне жаңағы томат суын қатты қайнатып, сақылдаған күйінше, ыстық күйінше құйып, өстіп қақпақтарын жауып, бұрап шығамын. Қақпақтарының дұрыс жабылғандығын өстіп банканы ары бері шайқап немесе төңкеріп қойып тексеремін. Яғни су тамып тұрмау керек. Сонда сіздердің банкаларыңыз дұрыс жабылған болып шығады. Барлық банканың өстіп аузын жауып, бұрап тексеріп қойғаннан кейін астына көрпеше төсеп, банкілердің барлығын осы бір жерге жинап төңкеріп, үстін қалың көрпешемен 1-2 күнге, яғни банканың температурасы басылып, суығанша қойып қоямыз. Содан кейін ғана бетін ашып, салқын жерге қоясыздар. Менің видео рецептім сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңызды комментарий бөлімінде жазыңыздар. Сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және де осы видеомен таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Яғни видеоны бөлісу арқылы сіздер менің каналымның дамуына үлес қосасыздар. Қиярда міндетті түрде осы рецептпен жауып көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Алдағы уақытта түрлі қызықты видео рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Арнамда келесі кездескенше сіздермен болған Әсел.